Баршаға ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін бізде Passat B3 автокөлігі. Проблема бізде фар жанбайды. Ближнийда, дальнийда жанбайды. Тексереміз, қараймыз, оңдаймыз. Так, зажигание аштым. Фарды басамын. Бізде жанбайды ештеңе. Ближний жанбайды, дальний да жанбайды. Демек, ближний да жанбайды, дальний да жанбайды. Так, егер марғат еткен жағдайда жанып тұр. Мен марғат етіп ұстап тұрмын. Гитарын ұстап тұрмын. Ондай уақытта жанып тұр. Жеріп қосам жанбайды. Біздің дальний қосып тұр кнопка. Ештеңе жанбайды. Так, ең бірінші очередь не тексереміз? Ең бірінші очередь предохранитель тексереміз. Так, Passat B3-дің предохранителі мына шамада орналасқан. Мына жерде бірігіп жатыр енді. Клиенттің көлігі ол. Так, предохранитель тексеру үшін бізге керек құрал контролька, диодный контролька. Кез келген авто дүкендерде сатып алуға болады. Бағасы 1000-2000 теңгені айналасы. Так, схема бойынша бізде Passat B3-дің ближний цветке жауап беретін сонымен схема бойынша бізде ближний жарыққа светке жауап беретін предохранительдер бір мен екінші предохранитель. Предохранитель тексеру үшін бірінші тексеретін нәрсемізді қосып қоямыз. Демек, бізде ближний тексеру керек болса, ближнийді қосып қойдық, кілт ашып қойдық зажигайны и тексереміз. Так, қараймыз, бізде плюс жоқ, екінші жағында да плюс жоқ. Так, екіншісінде плюс жоқ, минус тек қана тұрған после нагрузки и мына жағында ешқандай плюс жоқ. Демек, мұнда предохранительге ешқандай плюс келіп тұрған жоқ деген сөз. Бұған плюс қайдан келеді? Бұған плюс ескі немістерде Passat болсын, Audi болсын, BMW болсын, тікелей кнопкадан келеді. Тікелей кнопкадан келеді. Демек, кнопкада плюс тұрады, плюс зажиганиеден келеді, и кнопканы қосқан кезде ол плюсымыз кнопкадан мына екі предохранительге кетеді. Екі предохранительге кіріп, екінші жағына шығып, ближний фарға кетеді. Схема өте оңай, ешқандай релейге бармайды. Ол ескі машиналардың бір минус дүйегі болады, ешқандай релейсіз, ешқандай дымсыз. Тікелей кнопкадан предохранитель арқылы лампочкаға кетеді. Сондықтан қазіргі очередьна кнопканы ашып қараймыз, плюс бар ма, жоқ па, плюс болса шыға ма, әлде шықпай ма деген сияқты. Кнопканы ашып көреміз. Мінекей достар, кнопканы шешіп алдым. Кнопкада үстінде және астында екі тіреп тұратын нәрсесі бар. Отверткамен жеңіл желпі салып, бері қарай шығарып алдым. Кнопка мынандай артында штекері. Бізге керек провод қандай? Бізге зажиганиядан келетін плюс келу керек бізге. Неге? Себебі ближний свет немістерде, неміс автокөліктерінде зажигание ашқаннан кейін барып жанады. Демек, бір басқан кезде габарит зажиганиесіз жана береді. Кез келген машина солай. Ал ближний свет тек қана зажигание ашқаннан кейін барып жанады. Демек, габаритке келіп тұрған плюс постоянно келіп тұр, ал ближний светқа келіп тұрған плюс зажиганиядан келіп тұр деген сөз. Демек, так, мен зажиганияны қостым, енді қараймын, менде кнопкада плюс бар ма, жоқ па. Барлығын тексеріп шығам. Так, мінекей мұнда бір плюс келіп тұр. Плюс келіп тұр. Енді ол плюс зажиганиядан келіп тұр ма, әлде постоянно келіп тұр ма, қарай тексеру үшін мен замок зажигания сөндірем. Замок зажигания сөндірдім.
Бізде плюс кетіп қалды. Замок зажигайны аштым. Зажигайны ашам. Плюс келді. Керемет. Плюс келіп тұр. Енді ол плюс бізде кнопканы басқан кезде шығу керек. Манағы айтқан предохранительге. Сосын барып ар жағынан фарға қостым. Бізде ешқандай мына жақтан плюс шықпайды. Қай жерден плюс шығу керек екен мен дәл айта алмаймын. Бірақ тексере алам, қай жерден плюс шығу керек екен. Ол үшін не істеймін? Ол үшін мен мына тұрған екі предохранительді алып тастаймын. Екі предохранитель ближнікін алып тастаймын. Неге алып тастаймын? Себебі мана айтқандай плюс предохранитель арқылы лампочкаға барады ғой. Ал лампочкаде, кез келген лампочкаде, машинаның лампочкасында бір жағында минус постоянно тұрады. Постоянка тұрады. Екінші жағынан плюс келеді. Сол уақытта лампочка жанады. Ал егер плюс келмей тұрған уақытта минусымыз лампочкадан кіріп бір жағынан, екінші жағынан шығады. После нагрузки болып шығады. Мына қазір бізге тыңылдап тұрған минус келіп тұрған минус, сол неден келіп тұрған минус. Лампочкадан кері шығып тұрған минус. Осы лампочканы мен алып тастасам, алып тастайым. Екеуінде, мұнда біреу жанып кеткен екен. Алып тастадым. Енді бізге мұнда ближнейдан ешқандай минус келмеу керек. Мен өзім ойымша мына провод. Схеманы қарасақ, әрине схеманы қарасақ қазір. Онда бәрі көрініп тұрады, қай провод кететіні. Біздер қазақ еріншекпіз ғой, схеманы қарауға ерініп тұрмын қазір мен. Плюс келіп тұр, қасындағысы скорее всего ближен деп тұрмын мен. Сондықтан бұл жерде қазір ешқандай после нагрузки минус келіп тұрған жоқ. Неге? Себебі мен предохранитель алып тастадым. Егер қазір мен предохранитель салатын болсам мына жерге, қазір салайын. Мына жерде қараймыз. Салдым. Алып тастадым. Қазір салам. После нагрузки бізге минус келіп тұр. Демек біздің проводымыз мынау ближняға шығатын проводымыз. Кнопканы қостым. Енді шығып кетті бізге, қарақ. Енді қызық болды міне. Енді бізде плюс шығып тұр. Кнопканы қазір ближнейді өшірем. Мында қойып қойдым мен. Ближнейді өшірсем, сөнді. Ближнейді қосам, қосылды. Керемет. Якобы кнопка істеп тұрған сияқты. Енді дәл осылай мен предохранитель салып көрсем, не болады екен көрейік. Міне қызық. Қарайық. Кнопка қосылды. Ближнейден проводтан плюс шығып тұр. Ол провод қазір предохранительге келіп тұр. Так, енді мына жерден мен қарайым қазір. Плюс бізге мына жерден келіп тұру керек. Неге? Себебі ол кнопкадан шығып тұр деген сөз. Тексердік, кнопкадан шығып тұр. Так, қараймыз. Міне, бізде мұнда плюс шығып тұр. Қазір ближнейді өшірсем, өшірдім. Плюсіміз кетіп қалды. Ближнейді қосам, плюсіміз кері шықты. Бірақ та предохранитель салған уақытта бізде ол плюсіміз кетіп қалып тұр. Предохранитель орнына салдым. Біреуін салсам жеткілікті. Себебі кнопкадан шыққан плюс екеуіне барады. Плюс екеуінен шығып оң жақ, сол жақ ближний светтеріне барады. Енді кетіп қалды. Мұндан плюс кетіп қалды. Бұл не деген сөз? Қалай ойлайсыздар? Бұл якобы кнопка істеп тұр ғой. Егер предохранитель алып тастаған кезде, кнопка істеп тұр, ал предохранитель салған кезде кнопкадан плюс кетіп қалады. Плюс кетіп қалғанда қай плюс кетіп қалады? Кнопкадан бізден
ближныйға шығатын жерде плюс кетіп қалады. Зажиганиядан қарайық. Зажиганиядан кете ме, кетпей ме? Предохранитель орнына салдық. Бізде ближний свет кнопкамыз қосылып тұр. Ал зажиганиядан келетін плюс тұр. Ол ешқайда кетпейді. Бізде кетіп қалатын, кнопкадан шығатын плюсіміз кетіп қалып тұр, плюс. Демек, ол дейтін кнопканың шаршаған деген сөз ғой. Ал неге предохранитель салған уақытта мына кнопкадан плюс кетіп қалады деп ойлайсыздар? Әркім өзінің ойын жазып кетсін. Қалай ойлайсыз? Егер предохранитель жоқ кезде одан плюс шығады да, ал предохранитель тұрған кезде, предохранитель жоқ кезде плюс шығып тұр, ал предохранитель салған кезде плюсіміз кетіп қалады. Плюсіміз кетіп қалады. Салдым, алдым, салдым, алдым. Кім не ойлайды? Не үшін бұл плюсіміз кетіп қалады? Кнопка шаршаған. Кнопканың шаруасы бітіп тұр. Бірақ не үшін кетіп қалады? Комментарийге ойларыңызды жазып кетіңдер. Ал мен болсам, бұл кнопканы ауыстырып тастаймын. Міне мен кнопканы ауыстырдым. Мына біздің екінші кнопкамыз салған. Мынау ескі кнопкасы, істемейтін кнопкасы. Ближнийді қостым, предохранительді орындарына салам. Так, бізде мынау жанып кеткен ғой. Мына жерден қарызға біреуін ала салайық. Так, енді қараймыз. Плюс келіп тұр ма? Плюсіміз келді, екінші жағынан шықты. Келді, мына жақтан шықты. Қараймыз, ближний свет жанды ма екен? Ближний свет жарық жанды. Енді дальныйды көрейік. Дальний бізде жанып тұр. Дальний, но ближний. Демек, ближний де жанды, дальний де жанды. Енді сіздерге сұрақ. Ближний істегеннен кейін барып, кнопканы істегеннен кейін барып, неге дальний жанып кетті? Дальний жанып тұр қазір. Мана дальний тек қана марғат еткен кезде жанды ғой. Енді қазір өзі как положено фиксациямен жанып тұр. Неге не ойлайсыздар? Сол сұрақ, және де сіздерге сұрақ, екінші сұрақ. Мына кнопкадан шыққан плюс мана қайда жоғалып кетті? Предохранитель салған уақытта. Сол сұрақ. Мінекей, бір кнопканы ауыстырып тастадық. Бізде ближний да істеді, дальний да істеді. Жалпы клиент өзі айту бойынша мына бөлікті ауыстырған. Бұны кей жақтарда вертолет дейді, біздің жақтарда бұны гитара деп айтады. Әркім әрқалай айтады. Қазақша қалай болады екен? Кім білет, жазып кетсін. Ол переключательді. Так, сонымен осы нәрсе. Клиент өзі мына гитараны ауыстырған, бірақ та ештеңе өзгермеген. Жалпы айтқым келген нәрсе білімсіздік қайда апарады. Егер адам білмейтін болса, қай жерін қарау керек екен, онда қалтасында ақшасы бостан босқа кетіп қалады. Мысалы, мына гитараны клиент бостан босқа алып салып қойды. Егер ол білсе, қай жерін қарау керек екен, схеманы білсе, қолында контролькасы болса, ол ақша қалтасында қалар еді. Сондықтан кез келген нәрсені жауып барып ауыстыра бермеңдер, жігіттер. Бірінші қарап алыңдар, дұрыстап тексеріп алыңдар, ойланып алыңдар. Схеманы оқып үйренген жақсы. Сондықтан білім қай уақытта да өзінің иесіне пайдасын тигізеді. Ол машинаның электрикасы болсын, үйдің сантехникасы болсын, біліп жүрген жақсы. Білім қай уақытта өзінің иесіне
пайдасын әкеледі. Сол баршаға рахмет. Каналға жазылайық, достарымызға таратайық. Ассаламу алейкум.